Сәлем достар. Бүгін сіздерге өмірлік мәні бар ерекше оқиғаны айтып беремін. Бұл оқиға көпшілігімізге таныс жағдай, келін мен ене қарым-қатынасы туралы. Егер сізге осындай әсерлі әңгімелер ұнаса, арнаға жазылып, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Ал енді оқиғаны бастайық. Анашым деп айту кеш емес. Аяжан бұл үйге келін болып түскеніне бірнеше ай болғанымен, өзін әлі бөтен сезінетін. Енесі Жамал апа қатал, салқын мінезді адам еді. Ол келініне ешқашан жылы сөз айтпайтын, тіпті кейде көзқарасы да суық көрінетін. Шайың неге суып кеткен? Тамақты дәмділеу пісірсең қайтеді? Деп жиі ұрсып отыратын. Аяжан бұл сөздерге ренжитін, бірақ ешқашан қарсы жауап қайтармайтын. Мүмкін уақыт өте келе енем маған жылы қабақ танытар деп үміттенетін. Бірақ күндер, апталар, айлар өтсе де, олардың қарым-қатынасы жақсармады. Жамал апа таңертең ерте тұрып, ауладағы жұмыстарын өзі істейтін. Аяжан көмектесейін десе, қолымнан түк келмейді деп тиіп тастайтын. Кейде келіні үй шаруасын істеп қойса да, мынаны дұрыс жасамадың деп көңілі толмай жүретін. Келіннің көзіне жас алған кезі. Бір күні таңертең Аяжан дастархан басында отырған кезде, енесінің сөздері оған қатты батты. Қыз кезіңде шайды қалай құятыныңды үйретпеген бе? Әлде анаң еркелетіп өсірді ме? Деді Жамал апа қабағын түйіп. Бұл сөздер Аяжанның жүрегіне ине сұққандай әсер етті. Анасы көз алдында елестеп кетті. Ол өте мейірімді, жаны жомарт жан еді. Бірақ осыдан 3 жыл бұрын сырқаттанып өмірден өткен еді. Анасының жылы сөздерін, мейірімді құшағын сағынған келін сол күні жылап алды. Күйеуі Бекзат жұмыстан кеш оралды. Аяжан оған ештеңе айтпады. Ол үшін анасы әрдайым бірінші орында екенін білетін. Қандай жағдай болса да, енеме қарсы сөйлеуге болмайды деп ойлады. Ауруханаға түскен күн. Келесі күні таңертең Жамал апа кенеттен өзін жайсыз сезінді. Асүйде жүріп қолындағы кесе жерге түсіп кетті. Анашым, деп айқайлап Аяжан бірден жүгіріп барды. Жамал апаның жүзі апақ болып кетіпті, қолы дірілдейді. Басым айналып тұр деді ақырын ғана. Аяжан бірден жедел жәрдем шақырды. Ауруханаға жеткенде дәрігерлер ұзақ қарады да, жүрекке салмақ түсіп жатыр, оған тыныштық керек деді. Бекзат жұмыстан асығып келді. Анасының әлсіз жатқанын көріп, жүрегі ауырып кетті. Анашым, мен сізді үйге алып кетемін, деді ол. Жоқ, балам. Дәрігерлер осында жатуым керек деді деп жауап берді Жамал апа. Аяжан болса палата есігінің алдында үнсіз тұрды. Өмірінде бірінші рет енесіне деген жаны ашып қамқор болғысы келді. Өмірдің ащы шындығы. Келесі күндері Аяжан ауруханада енесінің қасында қалды. Дәрігерлер оған арнайы диета сақтау керек екенін айтты. Аяжан дәрілерін уақытында беріп, сүйікті тағамдарын дайындап жүрді. Жамал апа бұл күтімді байқаса да, ештеңе айтпады. Ол өз-өзімен ойға батып жататын. Келінім неге бұлай істеп жүр? Мен оған ешқашан жылы сөз айтқан емеспін ғой деп ойлады. Бір күні түнде Аяжан енесінің жастығының астынан бір суретті көріп қалды. Онда жас Жамал апа кішкентай баласын Бекзатты құшақтап тұр. Бұл енесінің жалғызбасты ана болғанын дәлелдейтін сурет еді. Аяжан таң қалды. Ол осы уақытқа дейін енесінің қатал болу себебін енді ғана түсінді. Өмірдің қиындықтарын жалғыз көтерген, бар ауыртпалықты өзі арқалаған әйел қалай жұмсақ болсын. Сол түні ол шешім қабылдады. Анашым деген сөз. Ауруханадан шыққан соң, Аяжан енесіне ерекше қамқор бола бастады. Енді ол бұрынғыдай көңіліне алып, ренжіп жүрмеді. Керісінше оған мейірім танытты. Бір күні шай ішіп отырып алғаш рет. Анашым, сізге шай құйып берейін деді. Жамал апа үнсіз қалды. Бұрын бұл сөзді тек ұлынан естіп үйренген ол, келіннің анашым дегенін естіп көздері жасаурап кетті. Рахмет қызым деді алғаш рет. Осы сәттен бастап олардың қарым-қатынасы түбегейлі өзгерді. Жамал апа да келініне жылы қабақ таныта бастады. Аяжан енді оның бұрынғыдай қатал емес, керісінше мейірімге зәру жан екенін түсінді. Енесі үшін жай ғана келін емес, өз қызы секілді болуға тырысты. Ал Жамал апа өмірінің соңғы жылдарында алғаш рет жалғыз емес екенін,
өзін жақсы көретін біреудің бар екенін сезінді. Кейде адамдардың қатал мінезінің артында үлкен ауыртпалықтар жатады. Уақыт өте келе түсіністік пен мейірім қарым-қатынасты өзгертуі мүмкін. Бастысы кеш болмай тұрып жақындарымызға жан жылуын сыйлай білу. Егер бұл оқиға сізге ой салса, пікіріңізді қалдырыңыз. Сіз қалай ойлайсыз? Келін мен ене арасындағы қарым-қатынас қандай болуы керек? Осындай әсерлі әңгімелерді жіберіп алмау үшін арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше